Көріңіздер және де хабардар болыңыздар. Желіде шұғыл ақпарат. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Павлодарда анасы 4 айлық нәрестесін ұрған. Сәби жетімдер үйіне тапсырылды. Павлодарда анасы небар 4 айлық нәрестесін ұрып жазым ете жаздаған. Салдарынан кішкентай сәби ауруханада бір-ақ шыққан. Тексеру барысында сәбидің миы шайқалған, түрлі дене жарақатын алғаны белгілі болды. Дәрігерлер полицияға баланы соққыға жығылғанын баяндаған. Тәртіп сақшылары баланы анасының ұрып соққанын анықтады. Қазір нәресте жетім үйіне тапсырылды. 4 айлық баланың кәмелет жасына толмаған, ағасы да өңірдің балаларын қолдау орталығына берілді. Ал анасы психологиялық ауытқуына байланысты ауруханада ем алып жатыр. Баланың заңды өкіліне қатысты қылмыстық кодексінің 106 бабы 2 тармағы бойынша іс қозғалды. Бұл денсаулыққа қасақана зиян келтіру бабы. Ал баласын соққан анаға қатысты сот өтетін болады. Онда ананы ата-ана құқығынан айыру мәселесі қаралады. Қазіргі уақытта сәбидің жағдайы жақсы өсіп келеді дейді Павлодар облысы бойынша балалар құқығын қорғау жөніндегі жедел өкіл. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.